Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі Red X Әуезов әлемі жобасын жалғастыруда. Жоба аясында мектеп оқушылары мен студенттер жазушы Мұхтар Әуезовтың шығармашылығын терең зерттеп, өз ойын ортаға салды. Толығырақ Айгерім Рымбек тарқатады. Жобаға биыл 14 білім ордасы, оның ішінде 12 мектеп лицей оқушылары мен 2 колледж студенттері қатысты. Іс-шараның негізгі мақсаты Мұхтар Әуезов шығармашылығын жас ұрпақтарға насихаттап, дәріптеп, қазақтың көркем әдебиетін оқырмандарға таныстыру болып есептелінеді. 20 ғасырдағы қазақ прозасын алып қарайтын болатын болса. Шара 2 бөлімнен тұрды. Бірінші бөлім редакс шеңберінде өтті. Қатысушылар жазушының шығармаларын талдап, кейіпкерлердің мінезін, көтерілген идеяларын және негізгі тақырыптарын саралады. Екінші бөлімде Мұхтар Әуезов шығармашылығынан алған әсерлері мен ой толғамдарын эссе ретінде жазды. Әуезовтің әңгімелері, Әуезовтің драмалары, Абай жайлы эпопеясы, ұлт әдебиетінің мақтанышы. Ендеше одан рухани сусындасақ, біз жаңа Қазақстанның, кемелденген Қазақстанның болашағы үшін, ұлт үшін қызмет жасайтын жеке тұлғаларды тәрбиелеп шығуымыз керек. Балнұр Асқарқызы 7-ші сыныптан бастап Мұхтар Әуезовтің шығармаларын үзбей оқып жүр. Туындыларына ерекше қызығып, әдебиетке деген сүйіспеншілігін қалыптастырған. Бұл жобада мен өз ойымды, Мұхтар Әуезовтің шығармалары туралы ойымды жеткізгім келді. Жетім әңгімесін өз еркімен таңдап, себебі бұл жетім әңгімесі ең өзекті әңгіме деп ойлаймын, қазіргі таңға керек. Жобаға 500-ден астам оқушы қатысып, Әуезов әлемін жаңа қырынан таныды. Қатысушылар өзінің шығармашылық қабілетін, ой еркіндігі және әдеби талғамын дамытты. Red X жобасы оларды кітаппен жақындастырып, рухани мәдениетті байтуға ықпал етеді, дейді ұйымдастырушылар. Айгерім Рымбек, Нұржан Шарападен, Гүлдана Құсайын, Сарыарқа телеарнасы.